Тіл бізге өткен дәуірлерден қалған асыл мұра. Бізді жаратқан ата-бабаларымыз өткен. Олар бізге өзгесін қойғанда мұралыққа тап-тамаша тіл қалдырған. Ол тіл атамыздың ақылынан, анамыздың сүтінен жаралған. Шерхан Мұртаза. Тіл ұлттың намысы, тіл ұлттың паспорты, тіл ұлттың жаны. Намыссыз, паспортсыз, жансыз өмір сүруге бола ма? Ол өлгенмен тең. Заманның өзекті мәселесін көтерген. Кітабы, газет журналы қырқылған, мемлекеттік тілі кесілген қоғам. Мылқау қоғам. Қазақ тілі мемлекеттік тіл деп тұр. Бадырайып жазылып тұр. Демек, мемлекеттік тілдің оның артықшылығы болу керек. Дәуірдің шындығын дөп басқан. Ана тілінсіз халық болмайды. Тілінен айылған ұлт тарихынан, түп тамырынан айылған ұлт. Тілсіз ұлт деуге болмайды. Тілінен айылған халық ата бабасының, туған әкесі мен анасының атын ұмытқан халық. Ал ондайларды мәңгүрт деп атайды. Өзімізді өзіміз сыйламасақ, өзіміздің тілімізді өзіміз сыйламасақ, ол тіл кімге керек? Басқалар соны қажет қыла ма? Осыны ойладық па? Уақыттың өткір сауалын қоя білген. Ұлттығыңды жойып тіліңді кесіп аузыңды буа берсе, қорқақта боласың, бүгежекте, имейжекте боласың. Жалғыз мен өз басымда айтып отқан жоқпын. Ұлттың басындағы қасірет. Шындық қой бұл. Ұлттың адал перзенті. Халық жазушысы Шерхан Мұртаза.